Well, hello guys! Welcome to our music club in Just English. It's me, Miss Bota, and today in our music club we're going to discuss about celebs, their songs, and what are they singing about in general. Hi guys, сіздермен бірге Miss Bota және бұл Just English курсындағы music club. Бұл жерде біз әншілер, олардың әндеріне анализ жасап, vocabulary'мізді көбейтіп, ағылшын тілін жақсартамыз. Сіздер will enjoy it. So, come on guys, let's go. Guys, бүгін біздің әншіміз бен әніміз ол Джастин Бибер және оның Baby әні. Джастин Бибер деген кім деп ойласаңыздар, ол канадалық әнші. Ол кішкентай кезінде Америкаға келіп, Asher дейтін бұрын әйгілі болған әншінің шәкірті болады. Әрине, Джастин Бибердің әндері хит болып, осы арқылы жұлдыз болған шығар деп ойлайсыздар ғой. Жоқ, Джастин Бибер өзінің атағын, өзінің drama relationships, яғни драма отношенияларының арқасында арттырған болатын. Олардың әйгілі жұптарының бірі, яғни ол Селена Гомес болатын, ал қазіргі уақытта ол Селена Гомеспен 100 рет қосылып, 100 рет айырылғаннан кейін Хейли Биберға үйленіп кетеді. Не деген драма, не деген махаббат үшбұрышы десеңіздерші. Ал ең алғашқы дүркіреп шыққан Джастин Бибердің әні ол Baby болатын. Бұл ән шыққанда Джастин Бибер бар жоғы 15 жаста еді. Бұл Джастин Бибердің алғашқы махаббатына арналған әні еді. Кеттік, бұл әнде ол не туралы айтатынына анализ жасайық. You know you love me, I know you care. Well guys, кеттік бірінші шумақтан бастайық. Бірінші шумақта Джастин Бибер не дейді екен? You know you love me, I know you care. Just shout whenever and I'll be there. Джастин Бибер бала махаббат қой енді, былай дейді екен. Мен білемін, сен мені жақсы көресің. I know you love me, I know you care. Мен білемін, мен сені толғандырамын. Кез келген затты айқайлап жібер. Just shout whenever. Кез келген сәтте айқайлап жібер. Shout ол айқайлап жібер деген етістікті білдіреді екен. And I'll be there. Және мен сол мезетте сенің жаныңнан табыламын. Кеттік, жалғастырамыз. I know you care. Just shout whenever and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never ever ever be apart. Oh, Не деген бала махаббат десеңізші, баланың басы кеткен. Келесі шумақта Джастин былай дейді екен. You are my love, you are my heart, and we will never ever ever be apart. Сен менің махаббатымсың, сен менің жүрегімсің. Және біз бұдан былай ешқашан айырылыспаймыз. Oh, we an item, what we playing? We're just friends, what are you saying? Said there's another. Окей, кеттік. Бұл шумақта не туралы айтылады екен? Бұл жерде күшті бір сөз бар. Оны vocabulary'ларыңызға қоссаңыздар, өте керемет болады. Are we an item? Деп Джастин Бибер қыздан сұрап тұр. Are we an item? Item ол прямой переводы зат деп аударылады. Біз затпыз ба? Деп сұрап тұрған жоқ бұл жерде. Itemның екінші мағынасы бар, және оның мағынасы парочка дегенді білдіреді. Яғни біз парамыз ба? Біз біргеміз ба? Деп қыздан сұрайды Джастин Бибер. Girl, quit playing. Бұл жерде қыз ойыныңды доғар дейді. Quit етістігі, ол тағы да айтып кетейін, ол көп мағыналы етістік. Quit қашып кету, не доғару деген мағынаны білдіреді. Яғни quit playing, ойыныңды тоқтат. We are just friends? What are you saying? Біз тек қана доспыз? Сен не айтып тұрсың, қыз дейді. Қалайша сен мені тек қана дос ретінде ғана көресің? Бала махаббат. What can I say? Well guys, егер сіздерге бұл шығарылым ұнаса, сіздер бұның толық версиясын көріп, басқа да әндерге талдауларды көргілеріңіз келсе, онда Just English курсына тіркеліп, Music Club'ты да қарай жүріңіздер. See you guys. Bye.